Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 10-шы сабақ дыбыс үндестігі тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта суретті сызбаның көмегімен мәтіннің мазмұнын болжауды, сөздерді дыбыс үндестігіне сәйкес айтуды үйренетін боламыз. 42-ші жаттығу: суретті сызбаға қарап мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтін не туралы? Балалар, суретке қарап мәтін көбелек туралы екен болжауға болады, себебі суретте көбелектің көбею жолын көрсеткен. Алдымен көбелек жұмыртқалайды, содан кейін жұлдыз құрт пайда болады, балалар. Жұлдыз құрт біраз уақыт қоректеніп қабықшаға айналады. Уақыт өте келе қабықша жарылады да, одан түрлі түсті көркем қанатты көбелек шығады. Бұл табиғаттың ерекше әрі әдемі құбылысы, балалар. Көбелектердің түстері алуан түрлі, өте әдемі болады. Сондықтан да онымен балалар ойнағанды жақсы көреді. Ал енді балалар, өлеңді мұқият тыңда, өз болжамыңның дұрыстығын тексер дейді. Енді ғана ұшқаным, мені неге ұстадың? Дәу көбелек болғанша жүріп өтем жол қанша. Деп көбелек шақты мұң, баса алмастан аптығын, жұмыртқадан жаралып, жапырақтан нәр алып, жұлдыз құртқа айналдым, бой түзедім таранып. Қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмасты, кие бермей әлдене еліктедім сәнге де. Жамылғы орап сыртыма, инем сосын ұйқыға, күнде өсіп толамын, қуыршақта боламын, көбелек боп жетіліп, қанатымды қағамын, мың құбылған түскенем, жарысамын құспенен. Өлеңнің авторы Бөкен Әшенов. Мәтінге ат қой дейді балалар. Мәтінге көбелек деп ат қойсақ болады. Келесі: қарамен жазылған сөздерге жалғау не себепті бірде жуан, бірде жіңішке жалғанады? Балалар, өлеңде қарамен жазылған сөздер жұлдыз құртқа және түске деген сөздер. Мұнда жұлдыз құртқа деген сөзде түбірі жуан болғандықтан қосымша да жуан жалғанады. Ал түске деген сөзде түбірі жіңішке болғандықтан қосымша да жіңішке жалғанады. 43-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тұсындағы қосымшалардың тиістісін қойып жаз. Табиғат ғажайыптары дейді. Балалар, мұнда табиғат тың ғажайыптары дейміз, яғни тың деген қосымшаны жалғаймыз. Келесі: көкек дауысы. Көкек тің дауысы болады, балалар, демек тің қосымшасын жалғаймыз. Ары қарай: ауылдың маңы. Екінші: қырманға бару, мектепке келу, қуыршаққа кигізу, кемеге міну. Үшінші: үлкендерден үйрену, жіптен тоқу, матадан тігу. Мінекей балалар, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаздық. Ал енді ары қарай түбір сөздің соңындағы және қосымшадағы бірінші дыбыстың астынсыз. Олардың қандай дыбыс екенін айт. Содан өзің қорытынды жаса дейді. Мінекей балалар, түбір сөздің соңындағы және қосымшадағы бірінші дыбыстың астын сызып көрсеттік. Ал енді олардың қандай дыбыс екенін айт дейді. Мысалы, бұл жерде табиғат т, оған тың деген қосымшаны қостық. Сонда екі дауыссыз дыбыстар бір-біріне ықпал етіп тұр. Келесі: көкек. Соңғы дыбыс к, оған тің деп қосымша қостық. Мұнда к мен т дауыссыз дыбыс. Яғни балалар, дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыс үндестігі деп атайды. Мысалы, қаздар, дастан, қабы. Мінекей балалар, ережені мұқият тыңдап, естеріңе сақтап алыңдар. 44-ші жаттығу: суреттегі зат атауларын үш жақта тәуелдеп айт. Яғни балалар, үш жақта тәуелдеп айт дегеніміз, ол менің, сенің, сіздің және оның болады. Сонда ит болса менің итім, доп болса менің добым, тауық болса менің тауығым болады. Ары қарай: сенің итің, сенің добың, сенің тауығың. Сыпайы түрде сіздің итіңіз, сіздің добыңыз, сіздің тауығыңыз. Ал енді үшінші жақта оның иті, оның добы, оның тауығы болады. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сөздің қандай өзгеріске ұшырағанын айт дейді. Балалар, мұнда
менің итім, сенің итің дегенде ешқандай өзгеріс болған жоқ, иә? Ал енді доп деген п әріпімен аяқталады, иә? Жалғау жалғанған кезде түбір сөз өзгеріске ұшырады. Добым, п әрпі б әрпіне ауысып кетті, иә? Яғни добым, добың, добыңыз, добы. Тура сол сияқты тауық сөзде тауық болған. Ал жалғау жалғанған кезде тауығым, тауығың, тауығыңыз, тауығы, яғни қ әрпі ғ әрпіне ауысты, иә? 45-ші жаттығу сөздерді оқып көшіріп жаз. Басшы, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі, ашса, сөзсіз, сөнбеді, жанбады. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, мұнда берілген сөздердің жазылуы мен айтылуын көрсетіп қойдым. Өздерін қарап, салыстырып көрулеріңе болады. Мысалы, басшы болып жазылса, басшы болып, екі ш болып естіледі. Бозжан болып жазылса, бозжан, яғни екі ж болып естіледі. Осы сияқты ары қарай қалған сөздерді салыстырып көрулеріңе болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.